Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен жаңа бөлімге тоқталамыз, үйсіндер мен қаңлылар. Ал сабақтың тақырыбы үйсіндер туралы жазба деректер. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: үйсіндер туралы деректерді кімдер қалдырды? Сабақтың мақсаты: ежелгі жазба деректерімен танысу, үйсіндер мемлекетінің тарихымен танысу, үйсін мемлекетінің құрылу тарихын білу. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Сақтар тарихында орын алған саяси үдерістерді талдадыңыздар, ержүрек сақтардың отаншылдық қасиеттерін білдіңіздер. Оқушылар ең алдымен білімі сайтын пайдаланып, үйсіндер туралы жазба деректерге байланысты бейне материал көретін боласыздар. Картадан көріп отырғанымыздай, үйсіндер Шығыс Түркістан мен Жетісудың ежелгі тұрғындары. Қытай деректерінде үйсіндер Усун деп аталады. Үйсін бірлестігі біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда қалыптасты. Шоқан Уәлиханов өз жазбаларында үйсін бүкіл ұлы жүз тайпаларының түп атасы деген. Үйсіндер жайлы негізгі деректерді Қытай тарихшысы Сыматсян қалдырған. Ал Бичурин үйсіннің үлкен гуньмосы Чигу қаласында орналасқан. Халқы 120 мың үй, 630 мың жан, әскері 188 мың 600 адам болғанын айтады. Мемлекет сол қанат, орталық және оң қанат болып үштік жүйеге бөлінген. Ел билеушісін гуньмо деп атаған. Баланың күтушісі Бөже оңқа. Біздің елімізді жау шауып, қырғынға ұшыратты. Адамдарды өлтіріп малды айдап әкетті. Ел жау ботақаным-ау, жылама. Қазір саған беретін тамақ іздеп келейін. Жылама ботам, шыдай тұр. Бөже оңқа. О, құдірет, ел жауды қалайда аман алып қалуым керек. Бұл бала үйсін елінің басын қайта құрайтын, маңдайына біткен бағы болайын деп тұр екен. Көкбөрі, бұл баланы аман сақтап қал. Ұғымдардың билеушісіне апарып тапсыр. Байқа, баланы аман есен жеткізетін бол. Саған бұл баланы аманат етем. Аңызда айтылғандай, осы бала ел жау көрші тайпаларды талқандап, үйсін мемлекетін құрады. Баланы аман сақтап қалған көкбөріні үйсіндер көне бүгінге дейін қадір тұтады. Оқушылар, бейне материалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: бос орындарға керекті сөздерді орналастырыңыздар. Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма: сандар сөйлейді, яғни кестені сәйкестендіресіздер. Оқушылар, тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.